Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шиеден өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогты жасау өте оңай, сондықтан рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Қазақша контентті қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен пирогтың кремін дайындап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қантты саламыз, жүгері крахмалын салып, барлығын венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осы арада сүтімізді міндетті түрде қатты ысытуға отқа қойып қойыңыздар. Сол арада сүтіміз ысиды, сүтті қоса отырып венчикпен жақсылап араластырып отырамыз. Араластырып алғаннан соң осы сүтімізді жаңағы отқа қоятын ыдысымызға қайтадан құйып отқа қоятын боламыз тағы да. Яғни біз қазір заварной крем жасайын деп жатырмыз. Сүтті отқа қойғаннан соң міндетті түрде тоқтамай араластырып отырамыз. Ең алғашында қатты отқа қоямыз. Қайнағанға дейін қайнағаннан соң оттың астын баяулатып, қоюланғанша ұстаймыз, араластыра отырып. Қоюланғаннан соң бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосамыз, және де дәміне қарай ванилин қоссаңыздар болады. Егер қаламасаңыздар қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Сары майды қосқаннан соң барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып алып оттан аламыз. Бетін целлофанмен жауып, толықтай суытып алатын боламыз. Енді қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқаға қантымызды саламыз, бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз, және де бір шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхителімізді салып, барлығын біркелкі масса болғанша венчикпен араластырып аламыз. Содан соң 200 грамм ұнымызды ұн илеуіште өткізе отырып қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Мөлшерден артық ұн қоспауға тырысыңыздар. Осы 200 грамм ұнмен бізде өте жұмсақ, осындай керемет қамыр шығады. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Енді кезекте шиеден дайындалатын салмасын дайындаймыз. Сүйегінен тазартылған 300 грамм шиеге қантымызды салып, қант ерігенше отқа қоямыз. Желатинге кішкене су қойып, жақсылап араластырып, 2-3 минутқа қойып қоямыз. Шиеміздің қанты ерігеннен соң желатинімізді осы шиеге қосып, жақсылап араластырып, толықтай суытатын боламыз. 30 минут тұрған қамырымызды холодильниктен шығарып, формамызға орналастырамыз. Менде форманың диаметрі 26 диаметр. Шетіне жақсылап бортиктарын шығарып, қамырымызды жайып алып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай пісіп шығады. Оны толықтай суытамыз. Суығаннан соң жаңағы дайындап алған кремімізді бір тегіс етіп бетіне жағып шығамыз. Содан соң жаңағы шиеден дайындап алған салмамызды салып, барлық жеріне бір тегіс етіп жайып алып, холодильникке 2 сағатқа салып қоямыз. 2 сағаттан соң пирогымызды алып, кесіп жей берсеңіздер болады. Бетіндегі шиеден жасалған салмасы желатиннің арқасында қатып, өте ерекше дәм береді. Өте дәмді, түрінің өзі тәбет ашатын пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл.